Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қайырлы таң, қасиетті жұма күні мүбарак болсын. Алладан не тілесеңіз тілегіңізді қабыл етсін. Путин Талибан қозғалысының тмд елдеріне қандай қауіп төндіретінін айтады. Шығарымда аяғына дейін көріңіздер. Ирак пен Сириядан келген лаңкестер Ауғанстанға кіруде. Олар тмд елдеріндегі жағдайды тұрақсыздандыруға тырысуы мүмкін. Бұл туралы Ресей президенті Владимир Путин тмд елдерінің арнайы қызметтерінің басшыларымен кездесуі кезінде мәлімдеді. Ресей басшысының айтуынша, Ауғанстандағы жағдайдың өзі қазір оңай емес, және ол көрші мемлекеттерге қауіп төндіреді. Америка әскерлері түпкілікті шығарылғаннан кейін билік талиптердің қолына өтті. Олар өз тәртібін, өз ережелерін орнатады, дейді Путин. Ресей президенті Ислам Республикасында бірқатар террористік ұйымдар жұмысын жалғастырып жатқанын атап айтқанда, бұл ислам мемлекеті екенін атап өтті. Ирактан, Сириядан әскери операцияларда тәжірибесі бар содырлар белсенді түрде тартылуда. Сондықтан лаңкестер тікелей экспансияға басталғанға дейін көрші мемлекеттердегі, оның ішінде тмд елдеріндегі жағдайды тұрақсыздандыруға тырысуы мүмкін, дейді ол. Путин Ауғанстан шекарасындағы жағдайды үнемі бақылау маңызды екенін айтты. Сіз содырларға қарсы тұруға дайын болуыңыз керек, деп қосты ол. Осы мақсатта тмд елдері күш құрылымдарының жұмысын үйлестіріп, қажет болған жағдайда бірлескен арнайы операцияларды жүргізуі керек. Неке достар, осындай біздер жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.